Барлықтарыңызға сәлем, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Әппақ болғанша миксермен араластыра береміз. Одан кейін бөлме температурасында еріп тұрған сары майымыз бен қаймағымызды саламыз. Одан кейін қопсытқышымызбен араластырылған ұнымыздың жартысын салып, миксермен араластырып аламыз. Кейін ұнымыздың тағы жартысын салып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Қамырымыз осындай қолға жабысқақ болуы керек. Қолымызды крахмалға малып алып, осылай айналдырып, дөңгелектеп, 180 градуста қызып тұрған пешімізге 20 минутқа қойып аламыз. Одан кейін дайын болған печеньелеріміздің астын осылай кесіп алып, суытып қоямыз. Печеньеміз суығанша оның салмасын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға творогымыз бен сгущенкамызды салып, араластырып аламыз. Печеньеміз суып дайын болғаннан кейін арасына салмасын осылай салып алып, печеньемізді біріктіреміз. Одан кейін суға қызыл және сары түсті араластырып, осылай печеньеміздің жартысын салып аламыз. Одан кейін осылай қантқа аунатып, печеньемізді кептіріп қоямыз. Видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі апта сайын 3 рет арнамда жаңа видеолар шығып отырады.